Кейбір адамдарға мына нәрселер берілсе, ол адам бақытты дейді. Дүние берілгендер емес, кімге қарапайымдылық берілген, кімге көркем мінез берілген, кімге сабырлық берілген, кімге кешірімділік берілген, кімге біреудің айыбын жасыру деген сипат берілген. Бұл адамдарға Алла Тағала үлкен нығмет берген дейді. Неге? Өйткені кейбір адамдарға көре алмаушылық деген берілген ғой. Ол адамдар бақытсыз. Неге? Оған қанша дүние берсең де ол өзінің дүниесін көрмейді. Ол айдостың алған нәрселеріне ауырады. Кім көре алмаушылық, кек сақтаушылық деген бар ғой. Кімге берілген, ол адамдар аянышты адамдар. Өйткені олар бақытсыз өмір сүреді. Әркімге кектеніп жүріп өледі. Біздің пайғамбар саллаллаху алейхи жаңа көркем мінездерің бар. Ислам бізге эгоизмге үйретпейді. Ислам осы нәрселерге біз қол жеткізу үшін берілген бізге.